Барлықтарыңа сәлем достар. Бүгін біз сіздерге америкалық боевик фантазия жанрында түсірілген Железный человек, яғни темір адам атты фильмге кино шолу жасаймыз. Киноның басында Ауғанстанның жолдарында Америка әскері жүріп барады. Осының ішінде атақты инженер-миллионер Тони Старкты апаруда. Кенеттен осы әскерлерге шабуыл орындалады. Старк көліктен шыға бергенде дәл алдына снаряд түсіп, жараланып, оның үстіне есін жоғалтады. Көзін ашса, террорлар оны қоршап, видео үндеу жасауда. Осы оқиғаларға 36 сағат бұрын Лас-Вегаста Старкты марапаттау кеші өтеді. Оны және де өзі құрған Stark Industries корпорациясы марапаттауының басты себебі осы корпорация әлемде керемет снаряд ойлап табады. Және де сыйлықты басқарушылардың бірі Стейн алады. Ал бұл уақытта Старк казинода көңіл көтереді. Джеймс Роуз, Америка әскерінің полковнигі, Старкты оған сыйлығын тапсырады. Ал Старкқа бәрібір. Азанда Старктың көмекшісі Петер Поутс Старкқа келіп, бүгін өтетін маңызды кездесуін есіне салады. Старк асығып барып аэропортқа жетеді. Ал сонда полковник Роуз оны 3 сағаттан бері күтуде. Өнертапқыш Ауғанстанда өзінің жаңа зымыраны Ерихонды дәл әскери адамдардың көзінше сынақтан өткізеді. Одан соң олар Америка базасына аттана бергенде шабуылға тап болады. Көзін ашса, Старк белгісіз бір жерде және де көкірегінде датчик орнатылған. Бұл датчик адамға жүректің орнын алмастыра алатындай етіп жасалған. Жандағы ер адам оған өзін таныстырып, бұл жерде бұларды бақылауға арналған камера барын айтады. Одан соң террорлардың басшысы келіп, өздеріне Ерихонды бағанағы снарядты жасауын талап етеді. Бұған көнбеген Старкты суға тұншықтырады, тұтқындағыларды далаға шығарады. Старк осы жерде өзінің корпорациясының жасаған өнімдерін байқайды. Старкқа Ерихонды жасап берсе босататынын айтады, ал бұған Старк сенбейді. Старк келіскенде кейіп танытып, шеберханаға аттанады. Жанындағы ғалым Инсон бізді 10 сақин атты террорлық топ ұстап отыр деп айтады. Инсонмен бірлесіп Старк ядролық реактор жинай бастайды және де өздерін құтқаратын роботтың проектісін көрсетеді. Ядролық реакторды жинай алып, оны Старктың кеудесіне орнатады және де білдіртпестен роботтарын жасай бастайды. Террорлар бұны камерадан бақылайды. Ақыры өнертапқыштар өздерінің роботын құрастырып бітіреді және де соны Старкқа кигізеді. Бұл террорларға ұнамай жасақты жібереді. Старк есікке жарылғыш реактор орнатып қойған. Жасақ есікті аша бергенде есік жарылады. Робот қайта жүктеліп біту үшін уақыт керек, ал террорлар тағы бір жасақты жібереді. Инсон уақытты ұту үшін қолына қару алып, жасақпен атысады. Ақыры робот жүктеліп бітіп, террорларды бірінен соң бірін талқандайды. Ол жерден өлім аузында жатқан Инсонды табады және соңында Инсон қайтыс болады. Есік алдында террорлар оқ жаудырады, ал Старк жауап ретінде от шашады. Сосын қару-жарақ қоймасына жарып, ұша жөнеледі. Бірақ робот жолда бұзылып, Старк шөл далаға құлайды және де роботының бөлшектерін жоғалтады. Біраз уақыттан соң шөл даламен жүгіріп жүрген Старкты тікұшақтағылар кездестіреді. Сөйтсе бұл Америка жасағы екен. Оның ішінен полковник Роузды көреді. Америкаға қайтып келе салысымен оларды оққа қармен көмекшісі күтіп алады. Старк бірден мәжіліс залына аттанып, пресс-конференцияны шақырамын дейді. Петер Поутсқа Шит есімді құпия агенттіктің адамы Фил Колсонмен танысады. Старк жиналыста өзінің корпорациясы енді бұдан былай қару-жарақ өндірмейтіндігін айтады. Бұл журналистер арасында түсінбей дал болады. Ал көмекшісі Стейн Старктың бұл шешіміне іштей наразы. Стейн бұл шешімді финансты түрде, қаржылай түрде қиындық әкеледі десе, Старк энергетикамен айналысайық дейді және де өзінің кеудесіндегі реакторды көрсетеді. Арада аз уақыт өтісімен Старк көмекшісі шақырады. Сол реакторды ауыстыру үшін. Поутс сәтті реакторды ауыстырады. Осыны қоқысқа тастай салуға болатын еді, бірақ та Поутс оны өзімен бірге әкетеді. Старк енді жаңа роботын жасауға кіріседі және де оның аты Марк 2, ал оған робот жасауына жасанды интеллект Джарвис көмектеседі. Бірде кешкісін Стейн Старкқа корпорация директорлер кеңесінде Старкқа жаңа жобасын таныстыруға шақырады. Бірақ Старк елемей шеберханасына кетеді. Сол жерде ол түнде атмосферада өзінің роботын сынақтан өткізеді. Сынақ барысында ол әуе кеңістігіне шығуға ұмтылады. Бірақ та бұл ісі сәтсіз болып, роботын мұз басып, робот істен шығып, үлкен биіктіктен құлайды. Бірақ жерге жетуіне сәл қалғанда робот қайта іске қосыла кетеді.
Кейінірек Старк столдың үстінен әлде бір затты көз шалады. Сөйтсе бұл Поутстың Старкқа жасаған сувенир сыйлығы екен. Старктың ең алғашқы реакторы. Старк компьютердің роботының жаңа нұсқасын жасап, қызыл түске боятып, осыны жасауға жасанды интеллект Джарвиске тапсырады. Өзі қайырымдылық қорының кешіне аттанады. Өнертапқышқа журналист келіп, Ауғанстандағы түсірген фотоны көрсетеді. Дәл сол фотода Ерихон зымырандарымен қамтамасыз етілген. Таң қалған Старк Стейнге келсе, Стейн Старкты корпорация басшыларымен отырыста басшылықтан алып тастауды мен айтқанмын деп өнертапқышты сатып кетеді. Бірде телевизорда Ауғанстанда бейбіт адамдардың өлімі жайлы айтылады, және кадрлар арасында бұл теракті жасаған 10 сақина тобының басшылары екенін білген Старк ашумен жаңа костюмін киіп Ауғанстанға аттанады. Сол жерде күш көрсетіп отырған террорларды қырып, Ерихон снарядын жойып жібереді. Белгісіз күштің келіп әсер еткеніне таң қалған Америка әуе күші бұны елес деп атап, шұғыл дабыл қағып елестің көзін жоюға аттандырады және Роузды шақырады. Елестің көзін жоюға 2 самолетті жібереді. Елестің көзін жою үшін ракета артынша оқ жаудырады. Бірақ ол кенеттен радарға көрілмей қалады. Старк Роузға қоңырау шалып, елестің өзі екенін хабарлайды. Ал екінші пилот елестің самолеттің астына жабысқанын көріп айтады. Ал самолет тез айналу арқылы Старкты ұшырады. Ол түзуінен барып екінші самолетпен қақтығысып, екіншісі жерге құлдырайды. Пилот самолеттан шығып үлгергенімен пилоттың парашюті ашылмайды. Бұны байқаған темір адам ұшып барып парашюттің ашылуына көмектесіп, Роузға костюмді көруге шақырады. Осы уақытта 10 сақина тобының басшыларының бірі арнайы экспедиция құрып, Старктың алғашқы роботтарының бөлшектерін іздеуге кіріседі және оны құрастыруға тырысады. Кейінірек Стейн Ауғанстанда террорлармен кездеседі. Сөйтсе осы Стейн Старкқа жасалған шабуылдарға себепші болып, оның өлімін қалаған екен және де табылған роботтың бөлшектерін көрсетуді сұрайды. Террорист Стейннен робот құрастырып беруін талап еткенде, Стейн оны белгісіз қарумен ессіз қатырып қояды. Өз қорғаушыларына террорлардың жоюын бұйырады және робот бөлшегін әкетеді. Роботты толық меңгеру үшін арнайы құпия лаборатория құрады. Бұл уақытта Старк Поутсқа арнайы флешканы беріп, өзінің корпорациясына хакерлік шабуыл жасауды тапсырады. Мақсаты сол жерде өздерінің қару-жарақтарының Ауғанстаннан қалай пайда болғанын білмек болған. Офисте ол қару-жарақ жеткізілу туралы мағлұматтарды біледі. Темір адам террорлардың қолына тап болуы, Стейннің құрған құпия робот туралы жобалары. Стейн компьютеріне жасалған шабуылды анықтайды. Ал ғалымдар болса, қаншалықты мықты технологиялар болса да, олар Старк сияқты ядролық реактор жинай алмайды. Коулсмен бірге корпорация штабынан шығып, Старкқа хабарласады. Ал бұл уақытта Стейн темір адамды ессіз қатырып қояды. Стейн темір адамға сені өлтіруге тапсырысты мен бердім деп мойындап, оның кеудесінен ядролық реакторды суырып алады. Поутс Роузға хабарласып көмектесуін сұрайды және де Коулсмен жауызды тұтқындауға аттанады. Стейн кете салысымен темір адам бар шамасымен шеберханасына барып өзінің алғашқы ядролық реакторына қол жеткізеді. Роуз Старктың үйіне келе салысымен Поутстың Стейнді тұтқындауға аттанып бара жатқанын айтады. Темір адам бұны түсіне салысымен Коулс мен Поутстың Стейнді тұтқындай ала алмайтындығын және де оларға шамасы жетпейтінін біліп, өзінің костюмін киіп корпорацияға аттанады. Агенттер корпорацияны тінтейді. Бұл уақытта Стейн жаңа роботын құрастырып қойған. Поутс Стейнді көре салысымен қаша жөнеледі. Старк Стейнмен айқаса кетеді. Старк аспанға әуе қабатына ұша жөнеледі. Оны қуған Стейннің роботы дәл Старк секілді роботын мұз басып істен шығады. Қуаты аз робот корпорациясының төбесіне келіп қонады. Ал сол жерде Стейн оны күтіп алады. Стейн оны мыжып әбден талқандайды. Старк оны жеңе алмайтындығын түсініп айлаға басады. Стейнді жеңу үшін Поутсқа дәл жаңағы корпорациядағы басты реакторды істен шығару керек дейді. Старк Стейнді алдаусыратып роботтың көру жүйесін істен шығарады. Старк корпорациясының төбесімен ұшып үлгерместен Поутсқа басты реакторды істен шығар деп бұйырады. Басты реакторды істен шығару арқылы Стейн корпорацияның төбесінен құлайды және де корпорацияда үлкен жарылыс орын алады. Келесі күні журналистердің басын қосып,
пресс-конференция өткізіп корпорациядағы орын алған жағдайларға есеп береді. Халық арасында бұл темір адам кім деген сұрақ қызу талқыланады, ал Старк жай ғана былай дейді. Скажу честно. Я железный человек. Осымен достар, кино аяқталды. Соңына дейін көргендеріңіз үшін алғысымды білдірем. Қош сау болыңыздар.